Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай қыстық салат дайындайтын боламыз. Қараңыздаршы, осындай тойымды әрі берекелі болып келеді. Бұл салат өте дәмді. Бұның атын лечо деп те атап жатамыз. Ол үшін бізге 4 килограмм помидор. Енді мен қазір осы өлшеммен айтамын. Қаласаңыздар көбейтіп жасайсыздар. 2 бас сарымсақ және де 3 штук қалампыр қолдандым. Бұл қалампыр қолдану міндетті емес. Сосын 3-4 штук сәбіз, укроп және 1 бас пияз қажет. 2 килограмм осылай қызыл және де жасыл тәтті бұрыш, яғни болгарский қолдандым. Дәл осы рецепті 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді бірінші кезекте пиязды осылай майдалап турап шығамыз. Рецепт сіздер үшін түсініксіз болмау үшін видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Сіздерге видео ортасында барлық іс-әрекеттерімді мұқият көрсетіп, және де түсінікті етіп түсіндіріп беруге әрекет жасаймын. Пиязды турап алдық. Сәбізді енді дәл осылай үкіштен өткізіп аламыз. Егер үкіш болмайтын болса, онда тура осылай ұзын етіп, жіңішке етіп турап алсаңыздар бола береді. Міне сәбіз дайын. Ендігі кезекте чесноқты тураймыз. Чеснокты қатты майдалап тураудың қажеті жоқ, осылай бар формасымен бөліп майдала жерсеңіздер жеткілікті. Мен шамал ашылы болғанды ұнатамын, сол үшін 3 штук қалампыр қолдандым. Қаласаңыздар осыны 1 штук немесе 2 штук қолданыңыздар. Қалампырдың арасында осыны дәндерін міндетті түрде тазалап алып тастаңыздар. Бұл асқазанға өте қатты зиян. Сол үшін естеріңізде болсын. Міндетті түрде осылай тазалап алып, суға бір жуып алыңыздар. Мен бұл қалампырларды помидорға қосып қойдым. Қазір осы помидорға қосып мясорубкадан өткізетін боламын. Ал енді тәтті болгарскийларымызды міне осылай 4 бұрыштетіп турап алдық. Сонымен соңғы кезекте помидорларымызды осылай мясорубкадан немесе блендермен өткізіп алыңыздар. Егер болмаған жағдайда қолмен майдалап турасаңыздар да бола береді. Енді салатымызды пісіруге кірісеміз. Ыдысқа 150-200 граммдай сұйық май құямыз. Оған бірінші бағана турап алған пиязды 1-2-3 минут қызартып қуырып аламыз да, осының үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді 7 минут қуырсақ жеткілікті. Қазір көлемі кішірейіп, өзі мінекей осындай болып қалады. Енді осының үстіне тәтті бұрыш болгарскийларымызды саламыз. Бұны да 7-8 минут қуырамыз. Қазанның астын жоғары отқа қойып қойғанбыз. Сол үшін арасында осылай араластырып тұрамыз. Неке 8 минут уақыт өтті. Кішкене көлемі азайып кішірейеді. Бұл да үстінен помидорларды құямыз. Неке енді жақсылап бір араластырып, жоғары отта қайнап шыққанға дейін қоямыз. Мінеке осылай қайнап шықты. Енді асын баяу қойып, бір 40-45 минут қайнатып пісіретін боламыз. Міне асын баяулатып қойғаннан кейін осы сәтте қазір тұз, шекерлерін қосып аламыз. Мен алғашқында 2 қасық толтырып ас қасықпен тұз қостым. Сосын қатты толтырмай 2 ас қасықпен шекер қостым.
қазір тағы да бір қайнап шыққаннан кейін тағы да тұзын бір көреміз. Егер аз болса, тағы да реттеп салатын боламыз. Шекерді тұзға қарағанда шамалы аздау етіп қосыңыздар. Мінекей енді осы салат қайнап дайын болғанға дейін укроптарымыз турап аламыз. Петрушка қоссаңыздар болады. Укроп және де петрушканы екеуін араластырып. Менде тек қана үйде укроп бар екен. Осылай укропты қатты майда етіп турамаңыздар, шамалы ірілеу етіп тураңыздар, себебі піскен кезде көлемі кішірейеді. Пісуіне бір 15-20 минут қалған кезде чеснок пен укропты қосып жібереміз да, жақсылап араластырып қоямыз. Міне қазір тұзыны бір көріп аламыз. Тұзы шамалы аздау сияқты болған соң мен тағы да бір жарты ас қасықта тұз қостым да, шамалы аздау етіп шекер қосып жібердім. Сонымен реттеліп қалатын шығар. Тағы да қайнатып жатырмыз. Әлі 20 минут уақыт өткен жоқ. Осы аралықта мен мінекей қақпақтарымызды қайнаған суға салып баяу отта қайнатып жатырмын, және де банкаларымызды стерилизациядан өткізіп жатырмыз. Мінекей салатымыз дайын болып қалды. Қараңыздар, піскен кезде сәбізбен тәтті бұрышты міндетті түрде тексеріп көріңіздер. Сосын үстіне 2 ас қасықтай осындай 9%-лық үксіз қостым. Егер сіздерде 70%-лық үксіз болса, 1 немесе 1,5 ас қасық қоссаңыздар болады. Осылай үксізімен жақсылап араластырып жібереміз. Мінекей көрдіңіздер ме, салатымыз дайын болып қалды. Сәбізбен тәтті бұрыш піскен болу керек, ең бастысы. Оны тексеріп көресіздер. Қазір салатты осылай ыстық күйінде банкаларымызға салып жауып алатын боламыз. Мінекей банкаларымыз да дайын болып қалды. Дәл осы рецептпен менде 2 литрліктен 2 банка және де 1 литр банкымен біреу шықты. Сонда 5 литр салат шықты. Егер сіздерге дәл осы видео ұнаған болса, видео түсінікті болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де қазақша каналдың дамуы үшін өз үлестеріңізді қосып, тегін лайктарыңызды басып, тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойсаңыздар. Мінекей бір банкымыз дайын. Барлық банкіге бірден салып аламыз. Бетіне қақпақтарын жай жауып қойдым. Қазір барлығын бірден айналдырып жауып алатын боламыз. Мінекей банкаларымызды жауып алды. Қараңыздар, салаттың түсі қандай керемет болып шықты. Мінекей әлі салат ыстық күйінде жылы одеялға орап суығанға дейін қалдырамыз. Мінекей сіздерге көрсетейін. Әлі салаттың буы шығып тұр, қараңыздар. Қандай әдемі. Өте тойымды, кез келген тағамдармен қыстың күнінде рахаттанып жейтін салаттардың бірі. Ас болсын.